Өзім солтүстік өңірінің қызымын. Алматыдағы жоғарғы оқу орнында бірге оқыған оңтүстіктің жігітіне тұрмысқа шығатынымды айтқанымда шешем түбегейлі қарсы болды. Олар қазақылықтың лайына батырып, мәдениетті күнге айналдырады деп шошытты. Сол сөздердің санама әсері сонша, шаңырақ көтерген күннен бастап билікті қолыма алдым. Шын сүйсең, Алматыда қаламыз деген алғашқы шартым еш қарсылықсыз орындалып, одан кейінгі жылдары қазақтың салт дәстүрінің бірінде мойындамадым. Қайын жұртқа ас тойларда ғана барып көп бөгелмейтінбіз. Ата енем пәлен деп ештеңе айтпады. Не керек, қазақпыз дегеніміз болмаса, Европаша өмір сүріп жаттық. Қыз өсті, ол ер жетті. Балам оңтүстік жақтың қызын аламын дегенде қарсы бола қоймадым. Жас келген сайын ұл мен қыздың болашағын ойлап, іштей балаларыма инабатты, оқыған, жарын құрметтейтін, жағдайын жасайтын, қартайған шағымызда бізге мейірімділік көрсететін келін мен күйеу баланың болғанын қаладым. Өзге өңірде де жақсы жастар бар ғой, дегенмен қазақылықтың қаймағы бұзылмаған оңтүстік өңірінде иманды жастар көбірек болатындығын іштей мойындайтынмын. Күйеу балам түркістандық, келінім Қызылордадан болды. Қызымды қанша үгіттесем де күйеуі Түркістанына кетті. Көндім, шүкір жаман емес. Ал келінім аяулымның ақылдылығы мен көргендігіне, тәрбиелігіне іштей Аллама мың мәрте шүкіршілік етем. Қайын жұртыма салиқалы келін болмадым, болуға талпынбадым. Сонда да құдіреті күшті, Тәңір мендей ойсыздау пендесіне мейірім төккеніне, кеште болса қателігімді түсінуіме мүмкіндік бергеніне тәубе етем. Келінім түскен күннен орамал тартып сәлем салды. Сәлем салмай-ақ қой дегенімде, мама, батаңыз бен ақ тілегіңізді аяйсыз ба деп жымиды. Сосын өрескелдеу, тік айтқаныма қымсынып, баталатын ата енем бар, мен бақытты келінмін деді. Жүрегім жылып сала берді. Рас, ерге шыққаныммен келін болу бақыттың сезінген емеспін. Иә, келін болу бақыт. Келін болу жар құшып, бала сүю ғана емес, бұл сол әулеттің шаңырағына оқ болып қадала білу бақыты. Әттеген ай, сол бақытты түсінбегеніме қынжылам. Олай дейтінім келін, яғни екінші сұрыптағы адам болғым келмеді. Сол пейілімді түсінген қайын жұртым да маған келін деп қарамады. Бөтен болдым. Үлкенге сәлем салып қызмет қылып, баталып көрмедім. Аяукамның әлгі сөзі маған осыны түсіндірді. Бұл менің келіннен алған алғашқы сабағым. Жаңа түскен келінге бірден үйрене қою қиын екен. Үйіңде бөтен бір кісі жүргендей, оның әр ісіне, аяқ алысына, қимыл әрекетіне, сөзіне сынмен қарап, сырттай көп бақыладым. Байқағаным, ұлымның да атасының да бас киімдерін кіреберістегі киім ілгіштен алып, төргі бөлмеге қояды. Бірнеше рет қайталанды, себебін сұрадым. Асқат отауымның, атам әулетіміздің бас иесі ғой. Әжем үнемі атам мен әкемнің бас киімін жоғары қойып жатып, еркек пірің бас киімін жоғары қой, мерей үстем болады. Күйеуінің мерей үстем болуы ол әйелдің бақыты дейтін деді. Ішім жылып қалды. Бұл екінші сабақ болды. Мойындайым, әйел мен еркек тең деген қағидамен еріме ешқашан пір бас ие деп қарамаппын. Ол да оны талап еткен емес. Өз көйлек шалбарын өзі тазалап өтіктеп, тамағын жылтып ішіп кете беретін. Бұл біздің тұрмысымыздағы қалыпты жағдай. Оған мән беріп жатқан ешкім жоқ. Өзімнің еркектің қисық қабырғасынан жаратылғанымды және жарымның алдында зайыптылық міндет парызымның болатынын білмей келіппін. Мұны келінімнің іс-әрекетінен ұғындым. Тағы бірде кешкісін кіреберістегі балшық-аяқ киімдерді тазартып тұрған келінге қызым, әркімнің өз қолы бар ғой, келін болдым деп, тым асыра сілтеп жібермедің бе деп, әзілдеп болса да ойындағысын айтып, сенің де етігіңді сүртіп қойдым. Көріп тұрмын, рахмет. Саған жағымды болды ғой. Әрине, бірақ сен бұл үйдің күң емессің ғой. Өз етігімді сүртіп тұрып, қалғандарын ысырып қоя алмадым. Бір етікті сүрткеніне, екеуді сүрткеніне қиындығы жоқ. Екіншіден,
Балшығымен тұра берсе су теріге сіңіп аяқтарын былжыратады. Тазаласам таңертеңге дейін кеуіп құп-құрғақ болады. Вот так. Үшіншіден, Асқатымның үнемі тап-таза, ұқыпты болып жүрген қалайым деді. Мұндайға қалай елжіремессің? Дегенмен бұдан алған сабағымда аз болған жоқ. Мен әркез жарым маған көңіл бөлуге тиісті дейтінмін. Өзімді бірінші орынға қоятынмын. Мен оған не істедім емес, ол маған не істеді дейтінмін. Жар болу бұл тек алу ғана емес, сыңарыңа құрмет пен сыйластықты бере де білу керек екендігін ойламаппын. Келінімнің іс-әрекетінен соны түсіндім, сабақ алдым. Бір күні келінімнің бірден айтқысы кеп кібіртіктеп жүргенін аңғарып сұрадым. Мама, Алла қаласа немерелі боласыздар деді. Жүрегім жарылып кетеме деп ем. Адам бала деп өмір сүреді ғой. Әйтсе де немере деген керемет екен. Әлі дүниеге келмеген шарананы қазірден жақсы көріп тұрмын. Аяға ауыр болған соң көбірек демал деймін. Ол жыбыр-жыбыр тынбады. Әжем 2 қабатпын деп жатып алма. Ішіңдегі бала ірі боп босануың қиын болады. Көп қозғал, бала ширай, толғағыңда босануың да оңай болады дейді деп, ананы мынаны істеп көп қозғалады. Іші білінгенше 4 күніне барып тұрды. Қарны өскен соң. Әжем айтады, сен 100-ге келсең де әкең үшін сол үлбіреген балапансың. Қарныңды шермитіп келме. Бұл әкең мен ағаларың сенің өсіп өнгеніңді қаламайды дегендік емес, иба сақта дейді. Алла қаласа босанып алған соң барам ғой деді. Бұл кезекті сабақ еді. Ішімнен өз-өзімнен қатты ұялдым. Себебі келін түскен соң артынша қыз ұзаттық. Құрсақ көтергенін естігенде, әкеңнен өзің сүйінші сұра деп өзім айтқан едім. Ол, ура папа, мен 2 қабатпын дегенде әкесі жақсы болған, құтты болсын деді, сәл ыржиып. Қуанды әрине. Негізі еркектер сәл қызғаншақтау келеді ғой. Қызын тұрмысқа бергісі келмей, айтқанымда шошып түсіп, кейін күйеу баланы бауырламай тосырқағаны есіме түсті. Менің қызым бала ғой, кішкентай ғой әлі деп еді. Әкем ерте дүниеден өтті. Үйде өзге еркісі болмаған соң еркіндеу, жайдақта өстік. Іш киіммен жүре салу, түрегеп жүріп ас ішу, шаш-бұж етіп сөйлей салу үйреншікті әдет. Орысша оқыдық, дос-жора, ортамызда сондай, орыс тілді болды. Әр кеңес одағы кезінде өзге ұлттың еркін іс-әрекетін мәдениеттің шыңы деп ұқтық. Еліктедік, солардай болуды дәреже көрдік. Әкенің алдында қымсыну, етек жеңді жинап жүру, ерісі қылық жасамау, тартыну, оғаш сөйлемеу дегенді ойламай білмей өстім. Қазір ақыл таразыма салсам, әке, бала жасауды біз де білеміз дегендей, қыздың әкеден сүйінші сұрауы, әкенің ағаның алдында шермейіп тұруы, шынында түсінген кісіге ерсілеу екен-ау. Иба деген бір ауыз сөзбен тәрбиелеген қазақтың тәлімі қандай керемет екендігін түсіндім. Үлкеннің ұлағатын ұққан келініме құрметім арта түсті. Бұл да сабақ болды маған. Осы қуаныш қарнап дастархан жайылды. 7 шелпегін үстелге қойып жатып келін, папа, Құран оқып жібересіз бе деді. Біз бір-бірімізге үнсіз қарадық. Иә әкесі, иә ұлым, иә мен бір сүре білмейді екенбіз. Өзің білсең, келін кібіртіктеп білмеймін деді. Келіннен ұят болды ва дедім жатарда. Құдайдан ұят болды деді күйеуім. Жалғасы бар. Аймаханның Сақып жаны. Оқыған Қуат Ахметжанов.